Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бүгінгі сабақта сен алған біліміңді қолдануды үйренесің, фигуралардың қабырғаларын ұзындығын өлшей аласың, периметрі табуды, периметр және белгілі қабырғалар бойынша белгісізді табуды, периметрдің берілген мәні бойынша торкөз қағазға жазық фигуралар салуды, есепті шығару кезінде шамалар арасындағы байланысты қолдануды, және де тік төртбұрыштың шаршының периметрін табуға берілген есептерді талдай аласың және шығара аласың. Бірінші тапсырма білу. Фигуралардың периметрін тап. Ол үшін біз сіздермен бірінші сызғышпен фигуралардың қабырғаларын өлшеп алайық. Бірінші фигураның қабырғасы, бір қабырғасы 4 см, екіншіде 4 см. Бұл оқушылар бізде шаршы. Келесі тік төртбұрыштың бір қабырғасы 6 см, екінші қабырғасы 3 см. Енді біз сіздермен периметрін табамыз. Бірінші шаршының периметрін табайық. Шаршының периметрін табу үшін, яғни барлық қабырғаларын қосамыз, немесе жай бір қабырғасын 4-ке көбейтеміз. Яғни қабырғасы 4 см-ге тең болғандықтан, P тең болады 4 см көбейту 4 тең болады 16 см. Бұл бізде шаршының периметрі. Енді екінші фигураның тік төртбұрыштың периметрін табайық. P тең болады жақшаның ішінде 6 см, қосу 3 см, жақшаны жабамыз, көбейтілген 2 тең болады. 6-ны 3-ке қосамыз 9, 9-ды 2-ге көбейтеміз 18 см. Тік төртбұрыштың периметрі 18 см-ге тең. Келесі тапсырма түсінуге берілген. Есепті шығар. Тік төртбұрыштың периметрін әр түрлі тәсілмен есепте. Тік төртбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 6 см, ал екіншісінің ұзындығы одан 3 есе кем. Тік төртбұрыштың периметрін тап. Енді оқушылар бізге бір қабырғасы белгілі, ал екінші қабырғасы белгісіз. Ендеше соны табамыз. 3 есе кем дегеннен кейін 6 см-ді 3-ке бөлеміз, тең болады 2 см. Сонымен тік төртбұрыштың бір қабырғасы 6 см, екінші қабырғасы 2 см. Енді периметрін табудың әр түрлі тәсілдерін қарастырайық. Бірінші тәсілі барлық қабырғаларының қосындысы. Яғни тік төртбұрыштың 4 қабырғасы бар. Соны табамыз. 6 см қосу 2 см, қосу 6 см, қосу 2 см тең болады 16 см. Екінші тәсілі, яғни ұзындығы мен енін қосамызда 2-ге көбейтеміз, себебі қарама-қарсы қабырғалары бірдей. P тең болады жақшаның ішінде 6 см, қосу 2 см, жақшаны жабамыз, көбейтілген 2 тең болады. 6-ны 2-ге қосамыз 8, 8-ді 2-ге көбейтеміз, тең болады 16 см. Келесі үшінші тәсіл, яғни ұзындығы бізде 2 болғандықтан 2-ге көбейтеміз, ені 2, оны да 2-ге көбейтеміз. 6 см көбейту 2, қосу 2 см көбейту 2 тең болады. 6-ны 2-ге көбейтеміз 12, 2-ні 2-ге көбейтеміз 4. 12-ні 4-ке қосамыз, тең болады 16 см. Келесі тапсырма қолдануға берілген. Периметрі 18 см, ені 4 см болатын тік төртбұрышсыз. Енді бізге, яғни ұзындығын табу керек. Ол үшін не істейміз? Ұзындығын табу үшін 18 см-ді бөлеміз 2-ге, себебі ұзындығы мен ені бізде 2-ден. 12-ге бөлеміз, 2-ге бөлеміз 9 см. Одан біз енін азайтамыз. 9-дан 4 азайтамыз, тең болады 5 см. Сонда тік төртбұрыштың ұзындығы 5 см-ге тең. Енді тік төртбұрыш сызамыз. 5 см және 4 см-ме. Сонымен ұзындығы 5 см, ені 4 см, ал периметрі болса 18 см-ге тең. Келесі тапсырма талдауға берілген. Берілгенге кері есеп құрастырып, оны шығар дейді. Шаршының қабырғасының ұзындығы 8 см. Периметрі нешеге тең?
Енді шаршының қабырғасының ұзындығы 8 см, периметр неше кетеді? Периметрін табамыз. Шаршы болғандықтан оның барлық қабырғалары тең. 8 сантиметрді көбейтеміз 4-ке, себебі 4 қабырғасы бар. Тең болады 32 сантиметр. Бұл бізде шаршының периметрі. Енді бізге тапсырма былай дейді. Осы берілгенге кері есеп құрастыр. Мен сіздерге ауызша кері есеп құрастырып берейін. Мұқият тыңдаңыздар. Шаршының периметрі 32 сантиметрге тең. Шаршының қабырғасының ұзындығы нешеге тең? Яғни бұнда не істейміз? 32-ні бөлеміз 4-ке. Тең болады 8 сантиметр. Сонда шаршының қабырғасының ұзындығы 8 сантиметр. Келесі тапсырма жинақтау. Оқушылар бізге А қабырғасы 8 сантиметр және Б қабырғасы 2 сантиметр деп берілген. Енді периметрін табу үшін А қабырғасын Б қабырғасына қосамыз. 8 сантиметр қосу 2 сантиметр тең болады бізде 10 сантиметр. 10 сантиметрді көбейтеміз 2-ге. Тең болады 20 сантиметр. Бұл бізде бірінші тік төртбұрыштың периметрі. Енді келесі қарайық, яғни бізге А қабырғасы, өзіміз яғни алайық, А қабырғасы 7 сантиметрге тең деп. Б қабырғасы белгісіз, бірақ периметрі мысалы 22 сантиметр деп алайық. Б қабырғасын табу үшін не істейміз? Периметрін, яғни 22-ні бөлеміз 2-ге. Тең болады 11 сантиметр. 11 сантиметрден белгілі қабырғаны азайтамыз. 11-ден 7-ні азайтамыз, тең болады 4. Сонда бізде Б қабырғасы 4 сантиметрге тең. Келесі А қабырғасы белгісіз, Б қабырғасы бізде 6 сантиметр деп, және периметрі 18 сантиметр. Енді бізге А қабырғасын табу керек. Ол үшін не істейміз? Периметрді 18 сантиметрді бөлеміз 2-ге. Тең болады 9 сантиметр. 9 сантиметрден белгілі қабырғаны азайтамыз. 9 сантиметр азайту 6 сантиметр тең болады 3 сантиметр. Сонда бізге А қабырғасы 3 сантиметрге тең. Келесі тапсырма бағалау. Фигура дұрыс салынған ба? Тексер. Яғни оқушылар бұл тапсырманы сызғыштың көмегімен де орындауға болады. Ал егер сіздерде сызғыш болмаған жағдайда, онда дәптердің тор көздерін пайдалануға болады. Яғни бұл жерде 2 тор көз 1 сантиметрді білдіреді. Енді деше бірге кәнеки сіздермен тексеріп көрейік. Міне 2 тор көзді аламыз. Бұл бізде 1 сантиметріне. Келесі 2 тор көз 1, яғни енді 2 сантиметр болды. Тағы да 2 тор көз, бұл 3 сантиметр. Және тағы да мұнда 2 тор көз, ендеше бұл неше сантиметр болып кетті? 4 сантиметр. Ендеше бұндағы 3 сантиметр дегеніміз бізде қате. Себебі бұл жерде бізде неше сантиметр? 4 сантиметр. Ал енді 2 сантиметрді өлшеп көрейік кәнеке. 2 тор көзді аламыз не? 1 сантиметр. Және келесі 2 тор көз 1 сантиметр. Сонда бізде 2 сантиметр. Яғни бұның ені дұрыс салынған. Осымен оқушылар сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.